Сәлеметсіңдер ме, құрметті оқушылар? Мен Шығыс Қазақстан гуманитарлық колледжінің негізгі орта білім беру мамандығы физика мұғалімі біліктілігінің 3-ші курс студенті Көкенбаева Айжан Меңгерқызы. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы иіндіктің тепе-теңдік шарты. Сабақтың оқу мақсаты тепе-теңдік жағдайда тұрған дене үшін күш моменттері ережесін тұжырымдау және есептер шығару. Сабақтың мақсаттары иіндіктің тепе-теңдік шартын түсінеді. Күш моменттері ережесін тұжырымдай алады. Күш моменттері ережесін қолданып есептер шығара алады. Бүгінгі иіндіктің тепе-теңдік шартын қарастыра отырып, біз мынадай тірек сөздерін қолданамыз. Иіндік және күш иіні. Біз өмірлік тәжірибеден білеміз. Адам ауыр жүктерді орнынан қозғалта алмайды. Себебі оның түсіретін күші дененің ауырлық күшінен аз болғандықтан дене орнынан қозғалмайды. Бірақ иіндіктің ұзын иіні арқылы көтеруге болады. Ежелгі Грекияның ұлы ғалымы, механигі, математигі Архимед «Маған тіреуіш берсеңіз, мен бүкіл әлемді төңкеремін» деген сөзімен бүгінгі сабағымызды бастайық. Ал енді оқушылар, иіндік, тіреу нүктесі, күш иіні ұғымдарын ұғынайық. Иіндік дегеніміз қозғалмайтын тіреудің немесе осьтің төңірегінде айнала алатын кез келген дене. Иіндіктің айналу осі өтетін О нүктесін тіреу нүктесі деп атаймыз. Күш иіні тіреу нүктесінен әрекет ететін күш орналасқан түзуге жүргізілген перпендикуляр ұзындығы. Тепе-теңдік түрлерімен танысайық. Кез келген жүйенің сыртқы күштер әсер еткенде өзінің бұрынғы күйін сақтап қалу қасиеті орнықтылық деп аталады. Тепе-теңдік түрлерінің 3 түрі бар. Олар орнықты тепе-теңдік күй, орнықсыз тепе-теңдік күй және талғаусыз тепе-теңдік күйі. Орнықты тепе-теңдік күйде орнына қайтаратын күш бар. Яғни, ауырлық күші шарды бастапқы орнына қайтарады. Орнықсыз тепе-теңдік күйде орнына қайтаратын күш жоқ. Ауырлық күш шарды бастапқы орнынан алып кетеді. Талғаусыз тепе-теңдік күйде орнына қайтаратын күш те, орнынан алып кететін күш те жоқ. Иіндіктің 2 түрі бар. Олар бірінші текті иіндік және екінші текті иіндік. Бірінші текті иіндікте тіреу нүктесінің 2 жағына да күш түсіріледі. Екінші текті иіндікте тіреу нүктесінің 1 жағына ғана күш түсіріледі. Жалпы иіндіктің міндеті күштен ұтыс алу. Күш моменті дегеніміз не? Күш моменті күш модулі мен күш иінінің көбейтіндісіне тең векторлық шама болып табылады. Формуласы М күш моменті тең болады F күш көбейтілген D күш иіні. Күш моментінің өлшем бірлігі Ньютон көбейтілген метр. Моменттер ережесі. Айналатын дененің тепе-теңдігін сақтау үшін дененің сағат тілі жүрісіне бағыттас айналдыратын күш моменттерінің қосындысы оны сағат тілі жүрісіне қарсы бағытта айналдыратын күш моменттерінің қосындысына тең болу керек. Яғни М1 тең М2. Балалар, бүгінгі сабағымызға қорытынды жасайық. Жай механизмдердің барлық түрлеріне ортақ ереже, күштен қанша есе ұтсақ, орын ауыстырудан сонша есе ұтыламыз. Тепе-теңдік шарты. Иіндікке түсірілген күш осы күштердің күш иіндеріне кері пропорционал болады. Яғни, F1-дің F2-ге қатынасы тең L2-ның L1-ге қатынасы. L1 және L2-ның орнына D1 және D2-ні қолдана аласыңдар. Үйге тапсырма. Бүгінгі сабақта өткен ережелер мен формулаларға және есеп шығару алгоритміне сүйене отырып,
мына есептерді дәптерлеріңе орындап шығыңдар. Балалар, бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сау болыңдар. Назарларыңызға рахмет.